Сәлем достар, Дари Кук каналына хош келдіңіздер. Бүгін мен осындай нежный салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астынан таба аласыздар. Ең алдымен біз 2 картоп, 4 жұмыртқа және тауық етін тұзды суға қайнатып пісіріп алуымыз керек. Одан соң пиязды маринадтап қою керек. Ол үшін мен бір пиязды аламын. Оны осылай майда көбек қылып турап аламын. Турап болған соң пиязды кесеге салып, оған бір ас қасық қантты қосамын. Одан кейін бір шай қасық тұз және бір ас қасық уксусты құйып, оның үстіне қайнап тұрған бір стакан суды құйып, араластырып 15 минутқа қойып қоямын. Енді осы піскен тауық етімізді алып, егер сүйектер болса, оны алып тастаймын. Сосын осылай етті майда қылып турап аламын. Осылай көбек қылып, немесе соломка қылып тураса да болады. Енді тарелкамызды алып, оның бетіне осы етті әдемелеп қолымызбен осылай орналастырып шығамын. Енді еттің бетіне майонезді осылай сетка қылып жағып шығамын. Оның үстіне біздің маринадталған пиязымызды осылай бетіне қойып шығу керек. Тағы да майонез жағып шығамын. Келесі бізде піскен картоп, оны да теркадан өткізіп, пияздың үстіне осылай әдемелеп сеуіп шығу керек. Қасықтың көмегімен осылай кішкене формасын келтіріп қойса болады. Қатты басудың қажеті жоқ, себебі үлпілдек болып шығу керек. Картоптың да бетіне осылай майонезді жағып аламын. Келесі слойы, ол жұмыртқаның сарысы, оны терканың майда жағынан осылай өткізіп, бетіне сеуіп шығамын. Үстіне тағы да майонез жағып аламын. Келесі слой бізде плавленый сыр. Оны да осылай бетіне теркадан өткізіп аламын. Үстіне майонез жағамын. Келесі соңғы слой бізде жұмыртқаның ағы, оны терканың майда жағынан осылай өткізіп аламын. Достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Өте сондай воздушный, күшті болып шықты. Кем дегенде 2 сағатқа холодильникке қойып қою керек. Міне осындай керемет болып шықты. Өте дәмді, оңай рецепт. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписаться етіп кетсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
астарыңыз дәмді болсын.